وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Екінші ақы Аллахтың ақысынан кейін мұсылман адам сол ақыны беру керек болған, ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның ақысы. Аль-хаққу сани حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين. Аллах елшісінің ақысы, бұл ақы жаратылыстардың ішіндегі ең ұлы ақы болып табылады, беру керек болған. فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Жаратылыстың ішінде Аллах елшісіне беру керек болған ақыдан жоғары ақы жоқ. Яғни жаратылыстың ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама сол жаратылыстың біреуі. Аллахтың ақысынан кейінгі беру керек болған ақы ол Аллах елшісінің ақысы. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Аллах Тағала Фатх сүресінің 8-9 аяттарында айтады: Инна арсалнака шахида ва мубашшира ва надира. Біз сені куәгер ретінде, және де қуандырушы ретінде, және де ескертуші ретінде біз сені жібердік дейді. Аллах Тағала айтып отыр: біз сені куәгер ретінде, және де қуандырушы ретінде, және де ескертуші, қорқытушы ретінде жібердік дейді. Литу'мину биллахи ва расулихи. Расында сендер литу'мину биллахи ва расулихи, Аллахқа және оның елшісіне иман келтіріп, ва ту'аззируху ва туаққируху, оны қолдап, және де Аллах елшісін құрметтеп, және де Аллах Тағаланы таңертең кешке ұлықтауларың үшін дейді. وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَحَبَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس. Сондықтан да Аллах елшісін біз жақсы көрген кезде адам баласының барлығын үстіне қоюымыз керекпіз. Яғни Аллах елшісі жаратылыстың ішіндегі ең бірінші орында тұру керек. Хатта алан нафс вал валад вал валид дейді. Тіпті адам баласы Аллах елшісін өзінен де, және де өзінің баласынан да, өзінің әке-шешесінен де қаттырақ жақсы көру керек. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама. Аллах елшісі былай деген: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين дейді. Сендердің ешқайсыларың мені өзінің баласынан, өзінің әке-шешесінен, өзінің баласынан, өзінің әке-шешесінен, тіпті бүкіл адамдардан да артық жақсы көрмейінше, ол иман келтірмейді деп отыр. Сендердің ешқайсыларың мені өзінің баласынан, өзінің әке-шешесінен, барлық адамдардан қаттырақ жақсы көрмейінше, ол иман келтірмейді дейді. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعظيمه дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақыларының бірі, оны тауқируху, лайықты түрде құрметтеп,
қадірлеуіміз керекпіз. وَتَعْظِيمُهُ التَّعْظِيمَ اللَّائِقْ بِهِ. Аллах елшісін лайықты түрде біз оны ұлықтауымыз керекпіз. Мин ғайри ғулуин уәлә тақсир. Аллах елшісін біз құрметтеген кезде, оны қадірлеген кезде шектен шығып кетпеуіміз керекпіз. Және осы құрметтеген кезде, құрмет көрсеткен кезде салғырттықта көрсетпеуіміз керекпіз. Салғырттықта болмайды және шеттен де шығып кетпеу керек. Неге? Өйткені Аллах елшісі осы шеттен шығудан бізді қайтарды. Аллах елшісінің өзі біз Аллах елшісіне қатысты, яғни ақысын берген кезде шеттен шығудан қайтарды. Омар ибн Хаттаб радиаллаху тағала анху жеткізген хадисте Аллах елшісі айтады: «Ля татруни кама атратин насара ибн Мариям». Сендер мені христиандар қалай Мариямның ұлы Исаны шектен шығарып ұлықтап жіберген сияқты мені олай ұлықтамаңдар дейді. «Фаиннама ана абдуху фақулу абдуллахи ва расулуху» дейді. Расында мен Аллах тағаланың құлымын. Расында мен Аллах тағаланың құлымын. Сол үшін де мен туралы айтқан кезде Аллахтың құлы және елшісі деп айтыңдар дейді. Аллахтың құлы және елшісі деп айтыңдар дейді. Субханалла. Міне нағыз ақиқи елші пайғамбар деген осындай болады. Нағыз ақиқи пайғамбар елші адамдардан артық ешнәрсе талап етіп отқан жоқ. Мені Аллахтың құлы және елшісі деп айтыңдар дейді. Сол үшін пайғамбарымызға Аллах тағала айтып отыр: «Қул ла aqulu lakum инди хазаинуллахи». Аллах тағала айтады, елшісіне айт дейді: Аллахтың қазыналары менің қолымда деп айтпаймын деп айт дейді адамдарға. Аллахтың қазыналары, Аллахтың байлығы менің қолымда тұр деп айтпаймын деп солай айтқызып отыр Аллах тағала Аллах елшісіне. «Валя а'ламул ғайб». Мен ғайыпты білмеймін деп айт дейді. «Валя aqulu lakum инни малак». Және де мен періште емеспін деп айт дейді. «Ин аттаби'у илля ма юха иlayya». Мен тек өзіме уахи етілгенге ғана ерушімін деп айт дейді. Міне осы біздің сүйікті пайғамбарымыз. Оны ұлықтап шеттен шығарып жібермейміз, яғни оған табынбаймыз, оған құлшылық қылмаймыз, және де ол ғайыпты біледі деп айтпаймыз. Және де екінші жағы бар, ол салғыртта қарауға болмайды. Төменге түсіріп жіберуге де болмайды. Салғырт қарап. Ол дұрыс емес. Оны ұлықтап көтеріп жүрмейміз, және де оны төменге түсіріп жүрмейміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламда. Екеуінің ортасында. Ол құл, Аллахтың құлы, елшісі. Аллахтың құлы және оның елшісі. Оған құлшылық қылуға болмайды, және де оған қарсы шығуға да болмайды. Өйткені ол Аллах елшісі. فَتَوْقِيرُهُ فِي حَيَاتِهِ تَوْقِيرُ سُنَّتِهِ وَشَخْصِهِ الْكَرِيمِ. Ол тірі кезінде оны құрметтеу, ол кісінің сүннетін құрметтеу, сүннетін жүзеге асыру, және де оның өзінің бір құрметті ардақты бір тұлғасын жақсы көріп құрметтеу болды. Ал ва тауқируһу баъда маматихи, ал қайтыс болғаннан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін, тауқиру суннатихи ва шар'ихил қауим дейді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін, оның
сүннетін, шариғатын құрметтеу, соларды жүзеге асыру. ومن رأى توقير الصحابة وتعظيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء بما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде сахабалар қалай Аллах елшісіне өздерінің құрметтерін қалай көрсеткен, соны егер біз көрген болсақ қой дейді. Олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында оның міндеттерін, жалпы ақыларын ешқандай кемшіліксіз орындағанын көруші едім дейді. Егер сен сахабаларға қарайтын болсаң, қалай олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақысын берген екендігін, олар сондай бір кемшіліксіз Аллах елшісінің ақысын бергендігін көруші едім дейді. Қала Урвату ибн Мас'уд ли Құрайш حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح في قصة الحديبية. Худайбия келісім болған кезде жаңағы Урва ибн Мас'уд дейтін бір кісіні олар пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассаламмен келіссөз жүргізуге жібереді. Құрайш. Сол кезде айтады, ол кезде ол ислам қабылдамаған, айтады, дахалту алял мулук дейді. Мен дейді, Кисраның патшасына кірдім дейді. Кисра патшаға. Қайсарға кірдім дейді. Уан Наджаши, Наджашиге де бардым дейді. Фалам ара ахадан юаззимуху асхабуху мисла ма юаззиму асхабу Мухаммадин Мухаммада дейді. Қаншама патшаларға барып көрдім дейді. Мен дейді, Аллах елшісінің, яғни пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары өздерінің пайғамбарларын қалай құрметтегені сияқты ешқандай патшаны көрген жоқпын дейді. Қалай сахабалар сүйікті пайғамбарымызды қалай қадірлегені сияқты, қалай оны құрметтегені сияқты, сахабалардың қалай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрметтегені сияқты, ондай патшаны мен көрген жоқпын дейді. Мен көрдім дейді, Наджашиді көрдім дейді. Мен Қайсарды көрдім дейді. Кисраны көрдім дейді. Бірақ біздің сүйікті пайғамбарымызды қалай сахабалар құрметтеді, олай біреуді құрметтегенін мен көрген жоқпын дейді. Кана иза амарахум ибтадару амраху дейді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалама бір нәрсені бұйырса дейді сахабаларға, олар оны дереу бірден соны орындауға тырысатын еді дейді. Бірден. Олар бірден сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін орындауға қатты ұмтылатын еді. Сол үшін ғалымдар айтады, кезінде сахабалар мен біздің айырмашылығымыз дейді. Кезіндегі сахабаларымызбен біздің айырмашылығымыз қандай дейді. Қарасаңыз, тыңдасаңыз, өте әдемі айырмашылықты айтады. Кезіндегі сахабалар мен қазіргі біздің айырмашылығымыз дейді. Айтады, кезінде сахабалар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетін оны сүннет деп жасайтын еді дейді. Қазіргі де біздің айырмашылығымыз, біз оны ол сүннет қой, ол парыз емес қой деп тастаймыз дейді. Түсінесіз ба? Кезіндегі сахабалар мен біздің айырмашылығымызды ғалымдар айтады, сахабалар солай бұл сүннет деп тастамауға тырысатын. Бұл сүннет қой деп жасап қалуға тырысатын. Ал қазір біз дейді оны бұл парыз емес қой, бұл ол сүннет қой жайы деп тастаймыз дейді. Көрдіңіз бе, айырмашылық қандай?
бізбен сахабалардың. Сол үшін сахабалар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бір бұйрығын тастамай орындауға тырысатын еді дейді. Оны мүшрик айтып беріп отыр. Сахабалардың қалай құрметі пайғамбарымызға. Қараңыз. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрет алған кезде сахабалар соның суынан дәрет алуға, содан үлес алып қалуға, барлығы бір-бірінен істейтін не дейді? Соған жарысатын еді дейді. Міне сахабалар. Дәрет алған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соның суынан үлесін алып қалуға тырысатын еді дейді қазір. Айтады ары қарай: وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. Урва ибн Мас'уд айтып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама сөйлеген кезде сахабалар олар өздерінің дауыстарын төмен қылатын еді дейді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дауысынан үстінен қаттырақ бір дауыстарын шығармайтын еді дейді. Таң қалып отыр да сол пайғамбарымызды көріп, сахабаларды көріп, қалай құрметтегендігін. وَمَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظَرْ تَعْظِيمًا لَهُ дейді. Сахабалар дейді пайғамбарымызды қатты құрметтегендіктен көзіне тіке бет қарамайтын еді дейді сахабалар. Пайғамбарымыздың көзіне тіке қарамайтын еді дейді. Сахабалар қатты құрметтегендіктен пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалама. هكذا كانوا يعظمونه رضي الله عنهم مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة. Осылай сахабалар сүйікті пайғамбарымызды құрметтейтін, ұлықтайтын, қадірлейтін. Аллах Тағала сүйікті пайғамбарымызға өте көркем мінез құлық берген еді дейді. Өте көркем мінез құлық берген еді дейді. Уалайинил жаниб, өте жұмсақ болатын. Уа сухулатин нафс дейді. Өте кішіпейіл өзі. Уалау кана фаддан ғалидан ланфадду мин хаулихи дейді. Сүйікті пайғамбарымызды Аллах Тағала айтып отыр. Егер ол өте дөрекі, сондай қатыгез болғанда ғой дейді, адамдардың бәрі оның қасынан тарап қашып кетуші еді дейді пайғамбарымыздан. Егер қатты дөрекі болған кезде. وَإِنَّ مِنْ حُقُوقِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ. Сол пайғамбарымыздың ақыларының бірі, ол бізге нені айтты, соның барлығына сену. Нені айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге, соған сену. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан нәрсенің барлығы ол ақиқат, оған сенуіміз керек біз. Фима ахбар минал умурил малдия вал мустақбала. Болашақтан турасында не айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге, соған сенеміз. Ол болады, ол қалайда. Өткен жағдай турасында не айтты, біз соған сенеміз. Ол солай болған ол. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы пайғамбарым кеткеннен кейін қанша уақытқа шейін халифат болатындығын, және де парсылардың, римдіктердің алтындары, күмістері мұсылмандарға өтетіндігін, мұсылмандардың жері үлкейетіндігін, немесе ұзын үйлер салынатындығын, немесе әке-шешені тыңдамайтын уақыт болатындығын, барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи айтты сол кезде. Адамдар, мұсылмандар жаңағы мүшриктерге ұқсайтындығын айтты, қаншама бөлінетіндігін, немесе мұсылмандардың арасында іркі көбейетіндігін бәрін айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол барлығы ол орындалды. Нені айтқан болса, соның барлығы орындалды. Субханалла. Үшін қазір өкінішке орай бір өзінің мазғабындағы ғалым бір нәрсе деген болса, ол
ол қалай да дұрыс болу керек та, оны қатеге шығара алмайсың сен оны. Егер бір мазғабындағы өзінің ұстазы айтқан болса, оны қатеге шығару ол мүмкін емес оны. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөздерін Сахи Бухариде келген, немесе Сахи Муслимде келген сөздерді қатеге шығаруға тырысып жатыр да адамдар. Ол дұрыс емес ол. Уамтисалу ма бихи амар уажтинабу ма анху наха уа зажар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыларының бірі оның әмірлерін орындауымыз керекпіз. Және тыйған тыйымдарынан біз аулақ болуымыз керекпіз. Сол үшін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Куллу уммати ядхулунал джанна илля ман аба" дейді. Мен үмметімнің барлығы жәннатқа кіреді дейді. Илля ман аба дейді. Тек қана бас тартқандарынан басқа дейді. Тек қана бас тартқандарынан басқа деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол үшін оның пайғамбарымыздың ақысы біз оған бұйрықтарына орындап, тыйымдарынан тыйылуымыз керекпіз. Мен үмметімнің барлығы жәннатқа кіреді, тек қана бас тартқандарынан басқа. Сонда сахабалар сұрайды: кім одан бас тартуы мүмкін, я Аллах елшісі десе, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Мән атаани дахалал джанна". Маған бойсынған ол жәннатқа кіреді дейді. "Ва ман асани фақад аба". Кім маған бас тартқан болса маған бойсынудан, ол жәннаттан бас тартқан адам дейді. Осы міне бас тартқан адам. Вал иману би анна хадияху акмалул хади. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ақыларының бірі оның жолы ең кемел жол екеніне сену. Ең кемел жол екендігіне. Ва шариатуху акмалу шараи' дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген шариғат ол барлық шариғаттардан ең кемелі. Соған біз иман келтіруіміз керекпіз. Толық шариғат екендігіне, ешқандай кемшілігі жоқ. Ешқандай бір қоспаларға мұқтаж емес бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шариғаты. Соған сену біздің сүйікті пайғамбарымыздың біздің алдымыздағы ақысы. وأن لا يقدم عليها تشريع أو نظام مهما كان مصدره. Қайдан шыққандығына қарамастан, қандай бір адам айтқандығына қарамастан, ол бір бөлек бір егер заңды бір ойлап тапқан болса, ешқандай заңды біз Аллах елшісінің сүннетінің үстіне, шариғатының үстіне қоймаймыз, шығармаймыз. Ол неге? Өйткені қал Аллаху Тағала сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның орнын Аллах Тағала былай деп айтып жатыр: "Фала раббика ла юъминуна хатта юхаққимука фима шаджара байнахум, сумма ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма қадайт ва юсаллиму таслима" дейді. Ниса сүресінің 65-ші аятында Аллах Тағала айтып жатыр: "Сенің Раббыңмен ант етемін" дейді. Олар өздерінің арасындағы келіспеушіліктерді соны шешу үшін сені араларында қазы қылып алмайынша, яғни төреші қылып алмайынша, және де сенің шығарған үкіміңе, Аллах Тағала айтып отыр сүйікті елшісіне, сенің шығарған үкіміңе дейді, олар солай ешқандай бір таршылық, қарсылық, жүректерінде таршылық және де қарсылық таппайынша дейді, олар иман келтірген болмайды дейді. Аллах Тағала айтып отыр, олар жүректерінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығарған үкімге мүміндер жүректерінде ешқандай бір таршылық таппау керек. Ешқандай таршылық таппау керек. Субханалла. Біріншіден, бұл жерде Аллах Тағала айтып отқан, мұсылмандардың арасындағы келіспеушілікте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті біз үшін ол не болу керек? Төреші болу керек. Бізге үкім шығаратын нәрсе ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті. Аллах Тағала сөйтіп көтеріп отыр оны. Және де енді екі мұсылманның арасында бір келіспеушілік болып қалды. Олар келісіп тұр.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін біз арамызда төреші қыламыз қазір. Біреу айтады, сен мынаны істедің дейді, екіншісі айтады, жоқ, сен мынаны істедің. Сөйтіп екеуінің арасында келіспеушіліктер туындап отыр. Енді сол келіспеушіліктер шешу үшін сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне қайтару керек оны. Олар келісті екеуі де. Қайтардық. Енді Абдулланікі дұрыс, Абдурахмандікі дұрыс емес болып шықты. Осы жеткілікті ме бізге? Ол жеткіліксіз. Ол жеткіліксіз. Тағы да екінші нәрсе бар. Аллах тағала айтып отыр, және де сен шығарған шешімге, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шығарған үкімге олар өздерінің жүректерінде таршылық, бір қарсылық таппау керек деп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шығарған үкімге, шешімге мұсылмандар, мүміндер жүректерінде бір, неге бұлай жасалынды бұл? Бұлай болмау керек еді, бұлай болған жақсы еді деген сияқты нәрселер көп айтамыз ғой біз. Бірақ та менің ойымша деп мысалы. Сүннетте бұлай айтылып тұр анық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы үкімді бізге айтып кетті, осылай болу керек деп. Бірақ ол айтады, жоқ, мен бұған келіспеймін дейді. Айтпаса да мүмкін, жүрегінде мүмкін оған келіспеушілігі бар. Оған таршылығы бар. Разы емес сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннетіне. Осы Аллах тағала осыдан бізді қайтарып отыр. Сен Раббыңмен ант етем дейді Аллах тағала сүйікті пайғамбарымызға. Олар сені араларындағы келіспеушіліктерге, олар сені төреші қылып алмайынша дейді. Және де сен шығарған шешімге жүректерінде бір таршылық, бір қарсылық таппайынша, сондай таппайтын деңгейге жетпейінше, олар иман келтірген болмайды дейді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху сүннеті. Көріп отырсыз ба? Аллах тағала басқа аятта айтады: "Қул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллах." Айт дейді, Аллах тағала айтып отыр. Егер Аллах тағаланы жақсы көретін болсаңдар, менің артымнан еріңдер деп айт дейді сүйікті пайғамбарымызға. Солай айтқызып отыр Аллах тағала. Егер сендер Аллахты жақсы көрсеңдер, менің артымнан еріңдер деп айт дейді. Сонда Аллах тағала яғфир лакум, сендердің Аллах тағала күнәларыңды кешіреді. Субханалла. Міне жаңағы айтылған сияқты, сахабалар мен біздің айырмашылығымыз, сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетін сүннет деп жасайтын еді олар. Ал біз болсақ, қазір оны сүннет, бұл уәжіп емес, ол парыз емес деп тастаймыз да оны. Арғара айтып отыр: "Ва мин хукуқи наби саллаллаху алейхи уассалама ад-дифа ан шариатихи." Пайғамбарымыз саллаллаху біздің алдымыздағы құқықтарының бірі, яғни ақылардың бірі, пайғамбарымызға беру керек болған ақылардың бірі, саллаллаху алейхи уассалама, шама жеткенше оның шариғатын, сүннетін адам қорғау керек, қолдан келгенше. Бихасби ма тататаллабуху аль-хал. Сол шама жеткенше, қолдан келгенше адам істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін, шариғатын қолдан келгенше қорғау, сол пайғамбарымыздың ақыларының бірі. فإن كان العدو يهاجم بالحجج والشبه فمدافعته بالعلم وضحض حججه وشبهه وبيان فسادها. Егер қарсы сөйлеп жатқандар, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне қарсы сөйлеп жатқандар, әртүрлі бір күмәндарды, жалған бір дәлелдерді мысалға келтіру арқылы сүннетке шабуылдап жатқан болса, біз оларға біліммен, дәлелдермен жауап беруіміз керекпіз. Әділдікпен және біліммен сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне қарсы шығып жатқандар, әділмен және де біліммен оларға жауап беруіміз керекпіз. Сол пайғамбарымыздың ақыларының бірі біздің алдымыздағы. Соны біз орындауымыз керекпіз қолдан келгенше. Яғни кімнің соған шамасы жетеді. ولا يمكن لأي مؤمن أن يسمع من يهاجم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصه الكريم
ويسكت على ذلك مع قدرته على الدفاع. Қолынан келіп тұрып дейді адам баласының. Қолынан келіп тұрып. Егер мүмін адам Аллах елшісінің шариғатына немесе оның өзінің берекелі ардақты бір сондай тұлғасына қарсы бір сөздер айтылып жатқан болса, тіл тигізіп, шамасы келіп тұрып мүмін үндемей қалуға болмайды. Шамасы келіп тұрып соған жауап беруге үндемей қалып қоюға болмайды, ол дұрыс емес. Арғара айтып отыр, قال ابن القيم رحمه الله رأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له. Ибн Қайым рахимахулла айтады, Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалама қатысты, яғни оған қатысты әдептің ең жоғарысы камалу таслим лаху. Оған өте толық деңгейде пайғамбарымызға бойысыну. Камалу таслим лаху. Вал инқияд ли амрихи. Оның бұйрықтарын орындап, وتلقي خبره بالقبول والتصديق. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге айтқан сөздерді оны қабылдауымыз керек біз. Оған сенуіміз керек біз мүмін болсақ егер. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бізге жетіп тұрып, бізге сүннеті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам анық жетіп тұрып, өзіміздің ұстазымыз сөзіне бола, өзіміздің мазғабымызға бола оны тастайтын болсақ, онда нағыз одан асқан бір жаман нәрсе жоқ та негізі. Бұл мүмін адам деген ол Аллах елшісінің сөзін кез келген адамның, кез келген ғалымның сөзінің үстіне қоятын адам да мүмін деген. Сол үшін осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім құрбандық шалатын болса, құрбандық шалғысы келген болса, Зүлхиджа кірген болса, құрбандық шалуды ниеттенген болса, тырнағына, шашына тиіспесін деген Сахих Муслимде келеді хадис. Сахих Муслимде келеді. Соған неше түрлі бір адамдар өзінің мазғабына қарсы келіп қалғандығы үшін неше түрлі жауаптарды айтып бастады да бұл. Бұл Сахих Муслимде, бұл үммет келіскен да Сахих Муслимнің, яғни хадистері ең сенімді хадистер екендігіне. Үммет келісіп отыр да оған. Айтады, біз фитра дейді, негізі фитра деген жаңағы жасалыну керек болған нәрсе, біз шашымызды, тырнағымызды алуымыз керек біз деп біреулер жауап шығара бастады. Ол хадис таратудың қажет жоқ деп біреулер шықты. Субханалла, міне осы да нағыз адасу осылай басталады да. Сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзін тастайсың, кім үшін? Бір өзіңнің ұстазың үшін, сөзі үшін. Өзіңнің бір мазғабыңның сөзі үшін. Солай адасу басталады да, солай адасу естіге басталады. Сонда мазғабқа қарсы сөйлесең, сені жамандап бастауы мүмкін. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзіне қарсы сөйлесе, ол үндемей отыра береді да, мысалы. Ол дұрыс емес. Оған сену керек, оны қабылдау керек деп отыр. Содан кейін біреулер шықты, ол хадис сахих болса да, қалайда бір ғалымның сөзін айтуын керексің дейді сен. Сол хадиске амал қылу керек деген мысалы. Алайда құрбандық шалушы адамға қатысты жаңағы тырнағына, шашына тиісуге болмайды, харам деген ғалымдар жетеді да негізі. Қалай болса да негізі айтатын сөз қалған жоқ та негізі. Шығатын жер қалған жоқ, соны қабылдау керек еді. Бірақ соған, сол сүннетке, сүйікті пайғамбарымыздың сол берекелі сүннетіне, құрбандық шалушы адам тырнағы мен шашына тиіспеу керек деген берекелі сүннетіне қарсы небір запистер, видеолар тарады ғой. Енді қалайша біз енді жеңіске жетеміз біз. Сондай сүйікті пайғамбарымыздың
сондай бір сүннетіне сондай видеолар шығып жатса, үндемей қала салсайшы, жақсы. Енді мен мазғабыма қарсы шығып отыр, немесе осындай мен ұстазымның сөзіне қарсы шығып отыр деп айту шарт емес. Пайғамбар сөзіне қарсы шығып отса, үндемей қоя салсаң болады да. Жоқ, бұл біздің мазғабта ешқандай мүшкіл жоқ, проблема жоқ, шашыңды тырнағыңды ала берсең болады дейді, жаңа құрбандық шалғың келсе. Қайда сонда хадиске амал қылмасақ, сонда неге амал қыламыз біз сонда біз? Дін деген не ол? Осы аятта келген нәрсе, сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сөздері, жаңа сахих хадистерде келген, Бұхари мен Муслимде келген. Субханалла. Айтып отыр ары қарай, жаңағы сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннет, жаңағы сөздерін біз растауымыз керекпіз. Я, оны сол рас екенін біз мойындап, соған сенуіміз керекпіз. Оны қабылдау керек. Я, біреуі бір кемшіліктер үшін, мысалы, өзі оны жасай алмайтын шығар, бірақ оған қарсы келмейді ол, альхамдулилля. Айтады, я, мен кішкене сондай әлсіреп тұрмын қазір деуі мүмкін, мысалы. Бір әлсіреп қалады бір адам баласы. Біреу ашуға беріліп қалады, біреу ұмытып қояды, мысалы. Әртүрлі адамдар бар. Бірақ қарсы келуге болмайды. Мен осылай деп, мысалға, бір сөздерді айтып, мысалы. Мен осыған қарсымын деп қояды, мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осыны. Ол дұрыс емес ол. Сол үшін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы анық сөзі, жаңағы дәлелдер келіп тұрса, осылай ол сүннеті, мысалы, оның сөзінің алдына ешқандай бір адамның пікірін алдына қоюға болмайды. Ешқандай адамның сөзін, пікірін алдына қоюға болмайды деп отыр. Ол адасу. Және де وَمِنَ الْمَعْدُومِ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهو ميت كحرمته وهو حي дейді. Ең үлкен бір белгілі болған нәрсе, біздің әхлі сүнна ғалымдардың арасында ешқандай бір келіспеушілігі жоқ болған бір мәселе. Не ол? Пайғамбарымыздың дүниеден өтпей тұрып, оның құрметі қандай болды? Дүниеден өткеннен кейін де сол күйінде сақтаулы, оның құрметтелуі. Я, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалама деген құрмет тірі кезінде қандай болды? Қайтыс болғаннан кейін дәл сондай. Ешқандай төмендеп кеткен жоқ ол. Сахабалар пайғамбар саллаллаху қалай құрметтеді? Дәл солай ол. Өлгеннен кейін де, қайтыс болғаннан кейін де алейхиссалату вассаламның сүннетінің дәрежесі түсіп кеткен жоқ. Ол түспейді де мүмін үшін. Баракаллаху фикум. Ол ешқандай келіспеушілік жоқ бұл мәселеде. وَالْأَدَبْ مَعَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ كَالْأَدَبْ مَعَهُ وَهُوَ حَيٌّ дейді. Пайғамбар саллаллаху қатысты әдеп. Қалай біз оның алдында әдепті болуымыз? Мысалға, сіз бір өзіңіздің тумаңыздың алдында өзіңізді қалай ұстайсыз? Мысалы, бір жақсы көретін адамдардың алдында, ұстаздардың алдында деген сияқты. Дәл сол сияқты пайғамбар саллаллаху сүннетіне де өзінің әдеттері бар. Қал қади Ияд, Аллах тағала оны рахмет етсін, былай деген екен. وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعد موته. Сүйікті пайғамбарымызға деген құрмет, оны қадірлеу, оны ұлықтау, лазимун кама кана халя хаятихи. Тірі кезінде қалай оны құрметтеу, қадірлеу және де ұлықтау керек болды, өлгеннен кейін де дәл солай дейді, қайтыс болғаннан кейін де. Әне әдеп болу керек сүннетіне деген, хадистерге деген. Мынау осылай деп, біздің мазғабта осылай емес деп тастай салуға болмайды. Құрмет көрсету керек ол хадистерге. Әдеп болу керек. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен хукуқи наби саллаллаху алейхи вассалам алейна алла назкура бисмихи муджаррадан. Тірі кезінде пайғамбар саллаллаху сахабалар атымен оны атап айтпайтын.
атымен атап айтпайтын еді. Бәлкім қалай шақыратын еді? Оның сипатымен шақыратын. Пайғамбар, Аллах елшісі деп мысалы, сөйтіп сөйлейтін болған. فلا يقال محمد ولكن يقال نبي الله أو الرسول. Біз Мұхаммад деп солай Аллах елшісі, пайғамбарымыз айтты, сүйікті пайғамбарымыз айтты деп сөйлеуіміз керекпіз. Тек атын ғана айтып қою, ол жақсы әдеп емес бұл. Жақсы әдеп емес. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم دون إخوانه من الأنبياء. Басқа пайғамбарлардан бір ерекшеленген жері ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам. Басқа пайғамбарлардың атымен тек аталай береді. Ибрахим алейхиссалам айтты деп мысалы, Юсуф айтты деп мысалы, Нух айтты деп мысалы. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қатысты әдеп оның тек жалғыз атын ғана атап өтіп кетпейміз біз. Мұхаммад айтты деп мысалы, саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз айтты деп айтамыз. Аллах елшісі айтты деп айтамыз. فَلَمْ يُخَاطِبُهُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ بِسْمِهِ مُجَرَّدًا. Аллах елшісіне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллах тағала ешқашан тек өзінің атын атап қана, өзінің жай атын, есімін Мұхаммад деп оған естіген жоқ. Жаңағы Мұхаммад деп аят түсірген жоқ та, мысалы, Мұхаммад деп сөйлеген жоқ та, Аллах тағала сүйікті елшімізге. Ал ол туралы айтқан кезде айтты: "Уама кана Мухаммадун аба ахади мин риджаликум". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды мысалға келтірген кезде Аллах тағала ол Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сендердің біреулерінің әкесі емес, әкесі болған емес, ол Аллах елшісі және де ол пайғамбарлардың ең соңғысы деп Аллах тағала аят түсірді. Баракаллаху фикум. Және де ары қарай айтып отыр: "Ва минал ма'лум анна хурматан наби саллаллаху алейхи уассалам". Жаңағы тағы да шейх қайталап отыр, сол жаңағы ол қалай болды, тірі кезінде оған деген құрмет қалай көрсетілу керек болды, қайтыс болғаннан кейін де дәл солай. Қайтыс болғаннан кейін де дәл солай. Мынау телеграмда қайта үзіліп кетіп отыр дейді. Мен қайтадан шығайын, сосын қайтадан кірейін, мүмкін дұрыс болар, иншалла. Аллах тағала Құранда айтты: "Aqala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da", дейді. Аллах елшісін шақырған кезде дейді, өздерінің араларында сендер қалай бір-бірлеріңді шақырасыңдар, солай шақырмаңдар дейді Аллах тағала. Аллах елшісін шақырған кезде сендер қалай өздерінің араларында бір-бірлерін шақырасыңдар, солай шақырмаңдар дейді. Оның мағынасына қатысты Ибн Кафир рахимахулла айтады: "Қала Дохак ан Ибн Аббас". Дохак рахимахулла Ибн Аббастан келтіреді, радиаллаху та'ала анхума: "Кану яқулун я Мухаммад, я Абул Қасим". Кезінде адамдар я Абул Қасим, я Мухаммад деп оның атын айтып шақыратын болған екен. Осы аяттың тәпсірін қарасаңыз болады, Ибн Кафирдің. Сол кезде айтады: "Фанахахумуллаху азза ва жал ан залик", дейді. Солай Аллах тағала жаңа сүйікті пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам я Мухаммад деп, Мухаммад деп шақырудан тыйды дейді солай. И'заман ли набийхи саллаллаху алейхи уассалам. Сол өзінің сүйікті пайғамбарын Аллах тағала солай ұлықтау үшін. Фақалу я Расулулла, я Наби Аллах. Сол осы аяттан кейін сахабалар Аллах елшісі, Аллахтың пайғамбары деп шақыратын болды дейді. Және де келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақыларының бірі ол
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дауысынан жоғары дауыспен сөйлемеу керекпіз. Аллах тағала айтады Құранда: «Я юхаллазина аману, ла тарфау асватакум фауқа саутин наби». Ей иман келтіргендер, Аллах елшісінің сөзінің үстінде өздерінің сөздерінде сөйлеген кезде жоғарылап сөйлемеңдер. Яғни дауыстарыңды төмен алыңдар, бәсеңдетіңдер дауыстарыңды. Айтады: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون дейді. Ол мен пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам сөйлескен кезде қалай бір-бірлерімен сөйлесесіңдер, солай сөйлеспеңдер дейді. Өз-өздерің бір-бірлерінің араларында сөйлескен сияқты сөйлеспеңдер. Сендердің жасаған амалдарың, салиқалы амалдарың сендер сезбестен зая кетіп қалудан сендер не істеңдер деп жатыр? Сақ болыңдар дейді. Осы жерде Ибн Кәсир рахимахулла осы аяттың, Худжрат сүресінің 2-ші аяты бұл. Осы аяттың тәфсирінде Ибн Кәсир рахимахулла айтады: «Хаза адабун сани, аддабаллаху бихил муъминин, алла ярфау асватахум байна ядей наби саллаллаху алейхи уассалам». Бұл Аллах тағаланың өзінің мүміндеріне қатысты болып отқан әдептеуі. Ол, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы дауысынан жоғары қылып дауысымызды сөйлемеуіміз керекпіз. Және де Ибн Қайым рахимахулла айтты дейді: «Ла шакка анна набияна саллаллаху алейхи уассалам афдалул анбия вал мурсалин». Ешқандай күмән жоқ, біздің сүйікті пайғамбарымыз пайғамбарлардың, елшілердің ең абзалы. «Ва хуа саййидул аувалин вал ахирин, ва сахибул мақамил махмуд». Сүйікті пайғамбарымыз ол алдыңғылардың да, алғашқылардың да, одан кейінгі келетіндердің де ең сәйиді, ең абзалы болып табылады. «Ва сахибул мақамил махмуд вал хаудил мауруд» дейді. Яғни мақамил махмуд деген ертең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама шафаға қылатын кез, сол жерде жаңағы сүйікті пайғамбарымыздың рұқсат алғаннан кейін ғана бар басталады соның барлығы. Және де қияметтегі хауыздың, кәусардың иесі дейді сүйікті пайғамбарымыз. وَمَعَ عُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ وَحُبِّنَ لَهُ فَمِنْ حَقِّهِ عَلَيْنَا أَلَّا نُغَالِيَ فِيهِ. Оның дәрежесі қаншалықты биік болса да, біз оны қаншалықты жақсы көрсек те, ең бір пайғамбарымызға беру керек болған ақылардың бірі саллаллаху алейхи уассалама, біз шеттен де шығып кетпеуіміз керекпіз. Әне оған құлшылық қылып, сүйікті пайғамбарымыздан сұрап, мысалы дұға қылып оған. Жоқ, одан пайғамбарымыз сасам қайтарды. Мені анау христиандар қалай Мариямның баласы Исаны қалай көтеріп жүрген сияқты көтеріп жүрмеңдер деп өзі айтты бізге. Мені Аллахтың құлы және елшісі деп айтыңдар деп айтты. وَلَا نَرْفَعُهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ النُّبُوَّةِ الَّتِي رَفَعَهُ اللَّهُ لَهَا. Біз шеттен шығарып солай оны Аллах деңгейіне көтеріп, немесе сондай ол біздің дұғамызға жауап береді деген сияқты нәрселерді айтпаймыз. فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Ол Аллахтың құлы, елшісі. وَهُوَ بَشَرٌ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ. Ол адам болатын. Ешқандай ғайыпты білген жоқ ол. Өйткені Аллах тағала айтып отыр: «Құл ла aqulu lakum инди хазаинуллахи ва ла а'ламул ғайб». Айт дейді, менің қолымда Аллахтың қазыналары менің қолымда емес, және де мен ғайыпты білмеймін деп айт дейді қазір. Және де Аллах тағала Құранда айтып отыр А'раф сүресінде: «Құл ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра
Аллах тағала айт деп отыр сүйікті пайғамбарымызға. Мен Аллах тағала қаламайынша өзіме ешқандай пайда да зиянды да алып келе алмаймын деп айт дейді. Субханалла, қараңыз. Бұл аяттар тікелей жаңағы жауап болады да, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам шапағат сұрап отқандар, дұға айтып отқандар, мысалы. Айт деп отыр, мен уәләу күнту а'ламул ғайб, мен егер ғайыпты білгенімде ғой дейді, ластаксарту минал хайр, көптеген жақсылықтарға қол жеткізуші едім дейді. Сөйтіп айтқызып отыр Аллах тағала, айт дейді солай. Уама массания су, маған ешқандай жамандық демес еді дейді, мен егер ғайыпты білгенімде. Мысалға, мына жақта бір жамандық күтіп тұрған болсам, мына жақтан кетіп қалушы еді, мысалы, сүйікті пайғамбарымыз. Мысалға, сіз білесіз, мына жолда өте көптеген жамандықтар бар. Жолында өте көптеген қарақшылар бар деген сияқты. Ол жолмен сіз жүрмейсіз. Сосын Субханалла. Аллах тағала айтып отыр, айт дейді, егер мен ғайыпты білгенімде, мен өзіме жақсылықтарды не істейтін едім дейді, көптеп соны өзіме жасап алушы едім дейді. Және де айтып отыр, وَمِنَ الْأَدَبْ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط الأعمال. Сүйікті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалама беру керек болған ақылардың бірі, оның даусының үстіне біздің даусымызды көтермеуіміз керекпіз. Ендеше, ол даусының үстіне, пайғамбарымыз саллаллаху даусының үстіне өзіміздің даусымызды көтеруімізге болмайды деп отыр. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне қарсы өзіміздің пікірімізді қалай енді оны қоямыз деп отыр. Жай дауыс көтеруге болмайды пайғамбар сүннетіне, даусының үстінен. Ендеше қалай оның сүннетінің үстіне өзіміздің пікірімізді қойып, өзіміздің ақылымызды қойып, сүйікті пайғамбарымыздың сүннетін төменге түсіреміз. Атаро залика мужибани қабулил а'мал. Сол пайғамбарымыз сүннеті келіп тұрып, бірақ адамдардың пікірлерін жоғары қоятын болсақ, мысалы, не болады? Сол біздің амалымыздың қабыл болуына себепші бола ма? Уарафу сауд фауқа саутихи мужибани хубутиха. Егер пайғамбарымыз саллаллаху даусының үстіне біз даусымызды көтер сөйлейтін болсақ дейді, ол себепті Аллах тағала айтып отыр, сендердің амалдарың, жақсылықтарың жоқ болып кетуден сақ болыңдар деп отыр. Ендеше қалай біз өзіміздің пікірлерімізді, өзіміздің ойларымызды пайғамбар сүннетінің үстіне қоятын болсақ, қалай сонда біздің амалдарымыз аман қалады деп ойлаймыз біз сонда? Деп отыр да, субханалла. Және де келесі ақылдардың бірі, сүйікті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға қатысты, min huquqin nabiyina sallallahu alayhi wa sallam alayna as-salatu alayhi. Оған салават айту. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Аллах тағала Ахзаб сүресінде айтады, 56 аятында, иман келтіргендер, расында Аллах тағала және оның періштелері Аллах елшісіне салават айтады дейді. Иман келтіргендер, сендер Аллах елшісіне салават айтыңдар және де сәлем жолдандар дейді. Салават айтыңдар және де сәлем жолдандар дейді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, сендер қайда болсаңдар да, қай жерде болсаңдар да маған салават айта беріңдер дейді. Аллах тағаланың сондай періштелері бар дейді, сендердің салаваттарында маған жеткізіп тұрады дейді. Яғни пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салават айту үшін қалай да бір жерге баруға бізге шарт емес. Альхамдулилля, мысалы арамызда
жағдайы жоқ, мысалға бауырларымыз бар, қарындастарымыз бар, мысалға махрам жоқ, кейбір қарындастарымыздың Меккеге, Мединеге бара алмайды. Бірақ қай жерде болсаңыз да салауат айта берсеңіз болады. Сондай періштелер бар, сол салауаттарды, сәлемдерімізді Аллах елшісіне жеткізіп тұрады. Альхамдулилля. Иә. Сол үшін кімнің басында бір қиындық болып отқан болса, ғалымдар айтады, сүйікті пайғамбарымызды еске алсын дейді саллаллаху алейхи уассалам. Ол кісі кішкентайынан әке-шешесіз қалды. Субханалла. Өзінің үйінде өскен жоқ. Иә. Ол кісіні өзінің ағайындары, тумалары өтірікші деді, сиқыршы деді, жамандады, мазақтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тісін сындырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды улады. Небір қиындықтарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама көрді да өмірінде. Бірақ соған қарамастан маған жақсы сөз ұнайды деп айтатын болғанда, маған жақсы сөз ұнатам дейді, мен сол жақсы сөз сөйлегенде. Әке-шешесі кішкентайынан жоқ. Иә, ол балдарының 6-ауын тірілей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде солардан айырылды да. Сүйікті пайғамбарымыз тірі кезінде сүйікті балдары, қыздары қайтыс болды. Ойлап қараңыз. Біреу айтуы мүмкін, мен басында андай қиындық болып отыр, мындай қиындық болып отыр. Көбіміздің әке-шешеміз тірі, немесе әке-шешемізді көрдік. Балдары альхамдулилля тірі, мысалы көбіміздің. Міне сүйікті пайғамбарымыз әке-шешесінен де айырылды. Кішкентай кезінде, тірі кезінде, субханалла, бір қызынан басқасының барлығы қайтыс болды. Өте ауыр да ол сынақ деген. Сіздің алдыңызда өскен өзінің балаңыз, қызыңыз мысалы. Тіпті қызын беріп отқан бауырлар айтады ғой, субханалла, қатты ауыр екен дейді. Туған қызыңды күйеуге бересің, қатты ауыр екен дейді, субханалла. Ол тірі, ол күйеуге шығып отыр да. Бірақ сүйікті пайғамбарымыздың қыздары тірі кезінде қайтыс болды да. Сондай біздің сүйікті пайғамбарымыз. Сол Аллах Тағала естігенді пайдалы етсін. Барлығымызды кешіріп, өзінің сүйікті елшісі пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның қасында барлығымызды жинасын. Расында Аллах Тағала естуші, дұғаларға жауап беруші. Аллаху алейм, субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.